Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны қан талапай ойын ойнаймыз. Балалар, міне, ойынның шарты балаларды ептілікке, шапшаңдыққа, зейінін дамыта отырып, қызығушылығын да арттыратын ойын екен бала бұл. Ал балалар, міне, менің қолымда қоржынның ішінде асықтар бар. Осы асықтарға менің қолымда ерекше бір сақа бар. Бұл қан сақасы. Қан талапай ойынның басты сақасы осы қызыл сақа болады. Осы сақаны біз алып, ойынның мақсаты мен шартымен таныстырып өтейін сіздерге балалар. Мына біздің қоржынымыздың ішінде асықтарымыз көп. Сол асықтардың ішіне мына қызыл сақамызды салып, ішіне асықтарымызды араластырып, ойынымызды бастаймыз. Сол кезде балалар сендер мына асыққа таласып, кім көп асық жинаса, әрине ішіндегі қызыл асық кімнің қолына түссе, сол ойынды бастайды. Түсінікті ме балалар? Иә. Ал енді асықтарды шашайық, шеңгел болып отырайық. Белді берсе тәрбиеші, қан талапай ойнайық. Шапшаң бала, алға озар, епті бала асық алар. Достарымен ойнаға әрқашан жеңіп алар. Ал балалар, ойынымызды бастаймыз ба? Иә. Ал бастаймыз. Қане? Қоржынымызды асықтар саламыз. Бәрін жақындап, ойнап бастаймыз. Келin. Ал енді балалар, ойынымызды бастаймыз. Мына қызыл түсті сақамызды қоржынымызға саламыз. Араластырамыз. Дайындаламыз балалар. Қане кім шапшаң екен? 1, 2, 3. Ал енді сақамыз кімге түсті? Жарайсыңдар, Ринатқа түсті. Ал енді кімде неше асық бар екен? Қане? Санаңдаршы қане. Кімде? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жарайсың, Ринатта 10 асық бар екен. Яғни ойынды Ринат бастайды. Қане балалар, тұрамыз, жүріңдер.